Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер өте дәмді тіске басар әзірлейтін боламыз. Осылай батонымызды алып екіге бөліп аламыз. Батонды таңдаған кезде сырты қатты түріне мән беріңіздер. Менің батоным жұмсақтау болып қалды. Кейін ішін алып тастап, сырымызды үкіштен өткіземіз. Осы сырдың үстіне мұздатқыштан алынған сары майымызды да үстіне қосып саламыз. Кейін суда піскен картошкамызды да араластырып салсаңыздар болады. Тойымды болу үшін барлығын салып араластырып аламыз. Енді салмамыздың үстіне ұсақтап үкіштен өткізілген сарымсағымызды саламыз. Және де тұз бен қара бұрыш салуды да ұмытпаңыздар. Кейін майонезімізді осылай салып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша кепкен укроп салсаңыздар болады. Енді дайын салмамызды осылай екіге бөлген батон нанымыздың ішіне әдемілеп орналастыратын боламыз. Пергамент қағаз төселген формамызға салып, қызып тұрған 180 градустағы пеште 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне біздің тіске басарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Және де жасасаңыздар астыға комментарий жазып, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.